Сәлем баршаңызға. Бүгінгі дайындайтынымыз осылай ерекше, әдемі және дәмді болып шығатын десерт. Жасап көріңіздер сіздер де. Егер ұнап жатса, тіркеліп лайк басыңыздар. Әлі де талай рецептер шығатын болады. Ең алдымен кивиларымыздың сыртын ашып аламыз. Сіздер де өз қалауларыңызша істесеңіздер болады. Кивиларды осылайша дөңгелек күйінде турап аламыз, дөңгелек күйінде. Және шұңғыл ыдысқа пищевой пленкамызды салып қойып қоямыз. Пленканың үстіне кесілген кивиларымызды жайып шығатын боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Оңай, үй жағдайында пісіруді қажет етпейді. Тез дайын болады. Балалардың да көңілінен шығады деп ойлаймын. Әрі жұмсақ, әдемі болады. Кивиларымызды жайып болған соң, менде сливкидің үстіне сахарный пудрамызды салып, миксермен жақсылап қою болғанша араластырдым. Осылай крем пайда болды менде. Дайындап алған креміме печеньелерді салып, қатарымен тізіп шығып. Осылай тізіп шығамыз. Үсті-үстіне қойып. Кез келген печенье жарайды. Қандай печенье аламын десеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Осылай барлық печеньелерді дөңгелектің ішіне тізіп шығамыз. Барлығын салып болған соң, пищевой пленканың жоғары жағын астына жауып қоямыз. Жауып, тоңазытқышқа 4-5 сағатқа әлде бір күнге қойсаңыздар да өздеріңіз білесіздер, крем печеньеге сіңіп, жұмсақ, дәмді болып шығады. Жасап көрсеңіздер болады. Тез дайындалады. Осылай шығады. Үстіне мен шоколад құйдым. Сіздердің өз қалауларыңыз қалай жасасаңыздар да осылай шығады.